алейкум, урметли сәрджілер, Милет телеканалының жаңлы эфирінде хабарлар. Бұл күннің эсас адиселерін ақында біздің мұхберлеріміз тарифате бүгін программада. Ислам Терек районының онларча қоранталары газсыз қала білелер. Біздің мұхберлеріміз вазифесіні анламаға тырышты. Мой без газа в этом селе. У людей уже нет ни печек, ничего. Сентябрның бірінден грипп хасталығына қаршы вакцинация башлана. Бұл хасталықтан бірінші небетте кім қорчаланмақ керек? Организму нужно 3 недели, чтобы выработать иммунитет. Кереште Қырым Көперонан кемераны ерлештірділер. Это уникальная операция, которую еще никто в России не делал. Қырымда юзюм жылы башланды. Это получится замечательное, яркое, ароматное, свежее, тонкое вино. Ислам Терек районының онларча қоранталары газсыз қала білелер. Пара төленілмегені себебінден инсанларны яқарлықтан кесмелері мүмкін. Сакинлер вақыт газ үшін пара төлей еділер, ама анлашмалар башқа муэссесі ле тізілген адам. Бұл муэссесі сенді 2 сенеден берлі çalışмай. Вазетні біздің мұхбіріміз Султания Истакаева анламаға тырышты. Мой без газа в этом селе. У людей уже нет ни печек, ничего. Кринички койының сәкенлері суықларны қорқу еле беклейлер. Кечкен сені қыш мевсімінде олар газсыз қалдылар. Евлерні одын еле қыздырмақ қолайды гіл. Чоқысы инсанлар енді собаларына алып ташладылар. Емде одын алмақны чаресі жоқ. Мать стоит в очереди, 88 лет ей, а дров невозможно взять. У них нету мужчин, чтобы накололи даже эти дрова, чтобы затопили. Мы копеечку копеечкой, складывая эту пенсию, провели газ. А в итоге вот так вот 7 февраля отключили нам газ. Инсанларны газдан Қырым газ хадимлері сөндірділер. Олар хабер етелерге Украина девірінде құрылған ағлар инсанлар үшін қафлы. Борулар құм еле көмілгендегілде чақылнен сепілген екен. Однозначно нельзя, потому что масса нарушений, которые были допущены при строительстве и при оформлении документов, они гласят о том, что объект в эксплуатацию введен быть не может. Мутехасысларның фікірлеріне көре хафлы ағларны бір қач ел әвелсі шахси муэссесі құрған еді. Трансконтиненталь муэссесі Ислам Терек районында 19 койны газ илетемин етті. Украин газ хадимлеріне хафлы олмаған шейлер Русияде қанунсыз деп танылды. Нас подключил Колесник. Но если у Колесникова, как они говорят, нет на подачу газа документов, пусть наш Крымгаз берет, проверит нашу линию, что мы провели, сделает все. Сейтели сәкенлерді газ хадимлерінен тіл тапмаға тырышалар. Оларның евлерінде газ шымдырек сөндірілмеді, ама бөле қорқызулар енді олған еді. 2 ай давамында инсанлар газ параларының башқа муэссесеге төлегенлер. Инсанларға ярдым етмек ве бұл вазиетні ал етмек үшін Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек келді. Мой выезд был обусловлен поручением главы республики. Вчера вечером я ему доложил о проблеме в селе Журавке. С его стороны было дано поручение руководителю Крымгазсети, мне лично встретиться со всеми заинтересованными сторонами и разрешить данную проблему через призму интересов в первую очередь жителей. Кринички көйінде шақси муэссесінен кечірілген ағлар керчектен қавсыз олғаны ақта мақсус комиссия қарар чықарajak. Акимиет инсанларны одуннен көмірнен вешінген яқарлықнен темен етмеге азыр. Бұл ақта Руслан Бальбек көй сәкенлерінен көрішкенде хабер етті. Мебус вады етті ке сейт елі көйінде газ сөндірілмейжек. Екінші сефер яқарлық үшін пара төленмейжек. Это собрание внесло ясность в наши действия. Теперь мы будем перезаключать договор и будем уже сотрудничать с Крымгазсетями. Спасибо за организацию этого собрания и за решение нашего вопроса, наболевшего вопроса. Я думаю, что ни у кого нет желания платить дважды за один и тот же газ. Шымды Ислам Терек районының сәкенлері газ кележегіні беклейлер. Олар қышны сыжақта кечірмеге үміт етелер. Султания Истакаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін.
Единая Россия фиркасының меркези сайлав комиссиясының ребері Девлет Дума мебусы Владимир Бурматов бұтын фирка мебусларыны ось сайлав округларында мектеплеріні зерет етмеге ве талебелерге оқуф елына азырланмаға ярдым етмеге теклиф етті. Талебелерінен көрушівлерді олар инкишаф ве дүнияда ось еріні тапмақны музыкерет әджеклер. Баланы мектепке топла акциясы әнді фирканың қабулханелері базасында кечіріле. Ярдым балалар ана бабаларға ве оқуф юртларға көстірілі. Қырымда араба yollar қызметінің мудирі Алексей Сафронов весиқалар денештірілуі үшін жинайы ұшының іштіракчысы олды. Бұл малюматны оқуқ қорчалайжы органлардаки менба таздықлады. Тақиқат малюматына көре Сафронов 2016 сене Девлет қызметіне Қырым Жұмхуретінде араба yollar қызметі мудирінің бірінші муавені вазифесіні ішке қырды. Бұндан дағары Острой индустрия муасесінің генераль мудирі олып чалышайды. Бұнен бірге о араба yollar қызметінің кадрлар бөлігіне теслим еткен весиқаларда строй индустриядан үштен бошағынақта язу барады. Оқу құржалайжылар бұл әрекетлеріні ялан деп, бұна уйғын мадде бойынша жинайы иш ачтылар. Керіште Қырым көпірінің кемераны ерлештірділер. Оны суфдан юқары 35 метр yüksекlikке фарватер термелеріне көтіріп темелештірділер. Бұл екене Денис операциясында 100-ден зеде мутехасысы штырак етті. Япылышта эндогеми сигнализация системасы çalışмақта. Үш аптадан соң монтаж ішлері де екінленежек. Бұл вақыт девамда құруджилар иншаатының соңқы қысмыларыны монтаж етежеклер ве оны теремелерге ерлештірежеклер. Лиха yüksеклігіне құрылыш суфдан көтірілді. Алимлер ве муэндислер үшін дамкратышны бір вақытта темін етмек қолайды гіледі. Бұйық кемер ерлештірілмесі қуымжының үшіні ошай, чүнке оны 35 метр yüksекlikке көтіріп, көпюр теремелеріне пекетмек керек еді. Когда арка оказалась наверху, ее надо было установить точностью перепада по концам арки по фасаду не свыше 600 мм и в поперечник не больше 30 мм. Это уникальная операция, которую еще никто в России не делал. Я думаю, не только в России, но и в Советском Союзе точно. Начиная от производства самой арки, которая делалась на стапелях, заканчивая изготовлением понтонов, на которые погрузилась арка. Мы собрали лучших специалистов, которые смогли вот это сделать. И я благодарю всех за участие и за ту работу, которая была проделана. Шымды араба yollar кемераны ерлештірмек үшін азырлайлар күзде әкі кемер фарватер үстінде көтірілежек ве оларының түбінде гемелер маниясыз кечежеклер. Сентябрның бірінден грипп хасталығына қаршы вакцинация башлана. Бұл ашылама кімге бедава епаладжақ. Бұл хасталықтан біріншіне бетте кім қорчаланмақ керек. Бұл ақта мұхбіріміз София Шукурова Ослев хасында тариф ете. Грипп – bu zararlı hastalıklar arasında en hafiflilерden biridir. O nefes yollarına zarar eti. Her yıl grip hastalığına karşı aşılamalar yapıla. Bunun için en gelişikli vakit bu kuznin başı. Особенно необходимы эти прививки людям ослабленным, те, которые находятся в большом контакте с большим количеством людей. Обязательно прививки нужно сделать деткам, потому что детки очень подвержены вирусной инфекции и могут болеть очень часто и тяжело. Aşılamanı endi şimdi yaşayan yerlerde bedava yapmak mümkün. Bunu episi istegenler yapabilirler. Aşılamadan evvel insanını hekimler bakalar. Kan basımını ve beden sıcağını ölçeyler. Grip hastalığına karşı aşılamalar Rusya'da işlep çıkarıla. Kırım'da onu endi ikinci yıl kullanırlar. Вакцина признана эффективной, безопасной. То есть, учитывая, что мы ее использовали в прошлом эпидемическом сезоне, мы не наблюдали каких-либо осложнений либо реакции на данную вакцинацию. То есть вакцина имеет довольно хорошую переносимость. Geçken sene Kırımlılarının 85% özünü grip hastalığından korçaladı. Bu sene hekimler eminler göstergeç bundan alçak olmaz. Hepsi istegenler aşılamanı bedava alabilirler.
В этом году у нас очень много населения подлежат, 40% населения подлежат прививкам. Мы выдали уже 15% вакцины. На сегодняшний день около 20 тысяч взрослого населения и около 7-8 тысяч детского населения получили свои прививки. Сәкенлер бойлек башламаларға чеші түрлі бақалар кемерлер өзлеріні халық тепсейлері бойынша тедевейлейлер, башқалары бұйышны мутехасызларға авале етейлер. Дочка моя спасается этими прививками и внуку делает. Вряд ли. Думаю, что нет. Потому что делаем все остальные прививки, про это еще мало знаем. Ну, лучше, наверное, сделать, чтобы не болеть, чтобы не было инфекции и не передавать ни детям, ни старикам. У меня дочка когда-то в садик ходила, так вот ей чеснок нанизывали, и вот всю осень вот с этими бусами они и ходили. И побольше витамина С. Против гриппа маска. Қырымда грипп хасталығының вирусы әнді ноябрьнің сонында бекленілі. Демек, өз сақлығымызны ве яқынларымыздың сақлығыны қорчаламақ үшін вақыт да бар. София Шукурова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Ақмешітте демір yol вокзалы өгінде қанунсыз ташыйчылар енді олмайжақ. Ақмешіт мемориятының векелері Гор Транссервис ве Крым автотранс муэссесілерінің векелері еле берабер мейдан тәртіпке кетірілуі бойынша иш бежерділер. Бұл ақта бүгін шер мемориятының матбуат қызметі хабаратта. Кечірілген тәдбірлер Жумхури ве шер бюджеті толдырылуына музбет тесір етіджеклер. Әмде автобуслар вокзалға кірмезден евел, бұл ерде турмалары үшін имкан яратылacak деп языла месседжда. Крым автотранс мудиры Игорь Коробчукның мәліметіне көре демір yolu янындаки автостанция Жумхуретте ен бөліклерден бірі сайла. Яз курорт мевсемінде мұнда бір суткада бендензияде автобус yolға чықам. Yolcular ақымы есе бір суткада 10 бендензияде инсаны тешкілеті. Бүгін күндіз енгіл араба бензовоз еле чатышқаны себебінден әкі инсан ілі қолды. Бұл ақта Жумхуриятының ГИБДД идаресі хабар әте. Қаза Джанкой кефе Керич трассасында Приморский қасабасында яқын ерде саат 12-ден 20 даққа кешкенде юз берді. Идаре берген мәліметқа көре енгіл арабаның айдавшысы қаршы yolға чықып, анда бензовозға келіп орды. Бұл ерге полис хадимлері, құртарыжылар ве әкімлер келіп еттілер. Енгіл арабаның айдавшысы ве yolcuсы қаза ерінде елі қолдылар. Қырым Февкуледе вазиет назарлығының матбуат қызметінде қайт әттілер ке, яңғын юз бергені жоқ. Идаренің хадимлері зарар көргенлері арабадан чықардылар. Сақ шерінде кичик ве орта иш адамларының яны бөлігі açıldı. Бұл новая формация тәшкілатының 11-ші региональ ара жемиет бөлігі. Оның елбашчысы Давид Амирханян олды. Филиал açılığı шерінде курорт ве кой қожалықны инкишаф етмеге имкан бережек. Әмде новая формация тәшкілатының хадимлері әнді чалышы башлаған иш адамларыны бизнеснен оғрашмаға оғретежек. Яқын вақыттан новая формация ичкі қасабасында ось 12-ші филиалыны açмаға планлаштырыла. Город тоже заинтересован в этом, в новых молодых людях, знающих людях и в этой организации, где будут, наверное, даны площадки именно для предпринимателей, для ведения бизнеса. Первым делом откроем сейчас представительство, скажем так, официальную часть закончим, ленточку перережем. После чего уже, я думаю, что мы той рабочей группы, которую приняли в организацию, мы в короткие сроки, я думаю, это несколько дней, набросаем определенный план, да, мероприятий, которые мы там хотим провести, или каких-то вопросов, которые надо решить. Плюс откроем, скажем так, какие-то часы посещения, да, когда могут предприниматели, те, кто хотят начать заниматься предпринимательством, чтобы они зашли к нам, где-то мы что-то подсказали, где-то направили. Қырымда юзюм жиылып башланды. Техник юзюм сортларының 123-ші мевсімі açılды. Мемлекетінің ән бұйық шарап чықарыжы заводлары мағазларыны юзюм малземелері елі толдыралар. Боле юзюм жиліклерде біздің телевизион тақымыз болынды. Юзум бағары Форостан судаға 180 километрге яйылалар. Юзум берекетін топламақ үшін Қырымның бұйық шарап япыжы қожалықларны бұтын Русиядан студентлерні желпетелер. Бұл мевсімде Қырымдар атланмаға ве шарап япылуының көрмеге Волгды шерінден келген студенттерге қызмет олды. Не пожалели, что поехали?
Виноград до конца жизни? Ой, все, не хочется больше. Виноград наелись, персиков, винограда, груш, всего наелись. Загорели, отдыхали или только? Да. Нет, работали до обеда, потом на море, на экскурсии в горы, гуляли. Понравилось очень. Винограда объелся, на него смотреть больше не могу, но на следующий год по-любому приеду, потому что тут классно. Завод территориясында yüzге yakın yüzümнің автохтон ve классик Авропа сортлары өсе. Şimdi beyaz yüzüm pişe. O, kuru şarap yapılması için pek gelişe. Şarap yapılığı bu xola işdegil. Çok sürceyetler yüzümde olan şeker ile bağlı. Tek şeker gerekli seviyede olsa yüzümünü jiyip başlayar. Güzel beyaz şarap için daima soğuk olması gerek. Şarap yapkanlar sonki sefer beyaz şarap yüzümcilikке tağıq еді деп şakalaşalar. Это получится замечательное, яркое, ароматное, свежее, тонкое вино, которое будет радовать потребителей и ценителей столовых сухих вин. Endi yarımadada yapılgan şarap geografik belgeleriyle çıkarıla. Yüzüm filisinden başlap şişedeki şarapka barganca bular hepsi unikal Kırım mahsulatı sayıla. Şarap yapkanlar aytqаны gibi biz Kırım dadı ile mahsulat çıkaramız. Dilara Şevketova, Arzu Hasyanova, Иван Евдокимов, Millet için. Ақмечет районының Чағалтай, яғни далекой көйінде тарла күню қайтатылды. Мұнда Курман, Красноперекопск, Ақшейх, Джанкой, Весақ районларынан иш адамлары топландылар. Орталық Тостуфан комбайн тарғаға кірді. Фермаджи Василий Ладин күнайлан берекетіні жиыштырып башлады. Оның қожалығы Қырымда бірінші ерде. Урулха армында сыранен дегілді бұтынлей сачылған. Василий 2008 сенеден башлап күнайлан осымлігіні натил технология бойынша остыре. Бойле алда топрақ суыны сақлай. Оның үшін бұл технология Хуру Ахмечет районына пек келіше. Мы наутили уже 6-й год. В общем, результаты у нас хорошие. У нас одно из сильнейших хозяйств в районе. Мы особенно весенних культурами сеем нуд, горох, чечевицу, кориандр. Кырымда 116 bin гектар күнайлан бар. Ахмечет ве Хурман районлары күнайлан өстірілуінде бірінші ерлеріні алалар. Сонки 2 ел девамында күнайланны Қытайға экспорт yapып башладылар. 2017 yılının sonunda Хурман районында яқсыхан завод құрылacak. Нәтижеде айда 100 тонна яқ алмаға планлаштыралар. Подсолнечник, который выращивается сегодня в Черноморском районе, дает больше 20 центнеров. И мы понимаем, Симферопольский район, благоприятный по климатическим зонам, тоже выровнялся с Черноморским районом. Это благодаря технологиям наутил, которая сохраняет влагу, и комплексу мероприятий по выращиванию этого подсолнечника. Bundan gayrı seminarda Күнайлан асырауының нәтижелері тақдим етілді. Devlet destegi ve agrarilerin mahsuldar işi sebebinden Kırımda ekologik cihetten temiz mahsulat peyda olacak. Böylelikle yarımadamız koy hocalık istisalında yüksek göstergeçlerge erişebilir. Dilara Şevketova, Sabriye Halilayeva, Ramazan Alivapov, Millet için. Bu noktada yayınımız sonuna yettim. Men sizge iyi akşamlar dileyim. Sağlıklı kalınız.